Уақытыңды сатып алсам болады ма? Арман жұмыстан үйге шаршап келгенде есік алдында 5 жасар баласы ертең қарсы алады. Дереу, әке, сағатына қанша ақша табасыз деп сұрайды. Өзі де шаршап келген Арман ұлының сұрағына ашуланып, онда шаруаң болмасын деп жауап қайтарады. Ұлы берілмей, айтыңызшы, білгім келеді деп қайта сұрағанда, Арман ызаланып, 2000 теңге. Ал, не істейін деп едің дейді. Сонда ерден, маған 1000 теңге қарыз ақша бере тұрасыз ба деп сұрайды. Арман одан әрі ашуланып, мен сенің онсыз да толып жатқан ойыншықтарыңа беретін ақшам жоқ. Мазамды ала бермей бөлмеңе бар дейді. Көзі жасаураған ерден еш жауап қайтармай бөлмесіне кетеді. Арманның ашуы басылар емес. 5 жаста болып, ақша сұрауға қалайша дәті барады дейді. Біраз уақыт өткеннен кейін ашуы басылғанда Арман ерденді босқа ренжіткенін, баланың ақшаны не үшін сұрағанда білмейтінін ойланып, мүмкін шынында да қажет болып тұрған шығар деп ұлының бөлмесіне кіреді. Төсекте жатқан ерденге жақындап, ұйықтап жатсың ба деп сұрайды. Баланың жоқ дегенін естіп, сұраған 1000 теңгеңді ала қой. Саған ұрсып тастағаным үшін ренжіме, жұмыстан шаршап келген едім дейді. Ерден төсегінен ұшып тұрып, әке, рахмет деп әкесінің қолынан 1000 теңгені алып, жастықтың астынан мыжылған ақшаларды шығарады. Әкесіне жәутеңдеп қарап қойып ақшаны санай бастайды. Мұны көрген Арман қайта ашуға булығып, ақшаң болса неге менен сұрадың? Сенің бала ойындарыңа уақытым жоқ деп ұрса бастайды. Сонда баласы, айдың басынан жинаған ақшам болды, бірақ олар жеткіліксіз еді дейді де, ақшалардың бәрін уысына жинап әкесіне қолын созады. Міне 2000 теңге, әке, 1 сағат уақытыңызды сатып алсам, болады ма?